Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20 жыл күткен жеңіс деп аталады. Оқу мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру, етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Қызығушылықты ояту. Балалар, мына суреттерден не көріп тұрсыздар? Және бүгінгі сабаққа қатысы қандай деп ойлайсыздар? Мағынаны тану. Бұл суреттерде Олимпиада чемпиондары Бақыт Сәрсекбаев, Бақтияр Артаев, Ермахан Ыбырайымов, Бекзат Саттарханов, Бақтияр Артаевтар берілген. Сіздер бұл кісілер туралы қандай ақпарат білесіздер? Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Қымбатты балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы 20 жыл күткен жеңіс деп аталады. 1980 жылы Москва қаласында Олимпиада ойындары болды. Сол Олимпиада ойындарында қазақ баласы Серік Қонақбаев күміс жүлдені жеңіп алды. Серік Қонақбаевтың жеңісін тамашалап отырған Бекзаттың анасы: менің де ұлым ертең Олимпиада чемпионы болады деп айтқан екен. Себебі Бекзат 80-ші жылдың сәуір айында дүниеге келсе, Олимпиада 80-ші жылдың қыркүйек айында өтіп жатыр екен. Анасының сол тілегі қабыл болып, Бекзат Саттарханов тура 20 жылдан кейін Олимпиада чемпионы атанған екен. Бекзат туралы 139-шы беттегі мәтіндерді оқып салыстырайық. Бекзат Саттарханов 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында қарапайым отбасында дүниеге келген. 1995 жылы алғаш рет бокс үйірмесіне жазылады. Осы жылы 15 жасында Түркістан қаласында өткен Сейітбековті еске алу турнирінде тұңғыш рет топ жарады. 1996 жылы Қостанай қаласында өткен бокстан жастар арасындағы Қазақстан Республикасының ішкі біріншілігінде чемпион атанды. 1998 жыл Бекзат үшін табысқа толы жыл болды. Сол жылы Аргентинада өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды. 1999 жылы Венгрия мен Болгарияда өткен халықаралық турнирлерде жеңіске жетіп, Ташкентте өткен бүкіл Азия біріншілігінде күміс жүлдеге қолы жеткізеді. Дәл осы күміс жүлдесімен бірге Сидней Олимпиадасының жолдамасына ие болды. Бекзат үшін 2000 жылғы Сидней Олимпиадасының алатын орны ерекше. Сидней финалындағы Бекзаттың қарсыласы әлем чемпионы америкалық Рикардо Хуарес еді. Қарсыласын Бекзат Саттарханов 22-14 есебімен жеңіп, Сидней Олимпиадасының чемпионы атанды. Сиднейдің шаршы алаңы шаттықтан тербеліп тұр. Шіркін-ай, жер түбінен барған ат төбеліндей қазақ жанкүйерлері көк байрақты армансыз желпиді. Сан мың жанардан ойпырмай, мұндай жауынгер халық аяқ астынан қайдан пайда болды деген таңданыс ұшқынын аңғарғандаймыз. Міне қазақ деген біз боламыз дейміз. Көк байрақты кере түсіп, пай-пай, Азияның ұлы даласын еркін жайлаған ұлы бабалардың ұрпағымыз деген мақтаныш сезімі көкіректі кернеп, тұла бойды дуылдатып әкетіп барады. Төрткүл дүние қазақтың жеңісіне қол соғып тұр. Әлгінде ғана Американың аруағын асырамын деп ринг
төсін майдан қылған әлем чемпионы Рикардо Хуарес күміс белесті олқысынып, көз жасын тыя алмай тұр. Айналайын, Рикардо, жылама, сенің елің алтынға кенде емес. Дәл бүгін құдіреті күшті жаратушы иеміз бізді, Алаш жұртын қолдады. Бекзат Алаштың арманнан туған ұл. Ондай ұлдан ұтылдым деп, қамықпа, жылама. Не балалар, осы екі мәтінді салыстырып көрейікші. Сіздер Бекзат Саттархановтың өмірімен, жеңістерімен таныстыңыздар. Екі мәтінде қандай айырмашылық болды? Бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары ол етіс деп аталады. Негізгі етістіктен жаңа форма тудыратын жұрнақтар бар. Оларды етіс жұрнақтары деп атайды. Етіс жұрнақтары іс-қимыл мен оны орындаушы арасындағы қатынасты білдіреді. Етістің 4 түрі бар. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс. Тоқталатын болсақ, істі орындаушының өзі істегенін білдіреді. Жасалу жолы түбір етістікке ын, ін, ны жұрнақтары жалғанады. Ырықсыз етіс істі орындаушысы көрсетілмей, өздігінен жасалғандай көрінеді. Етістікке ыл, іл, лы жұрнақтары, егерде түбірде лы әріпі болса, ын, ін, ны жұрнақтары жалғанады. Ортақ етіс істің бірлесіп, ортақтасып істелгенін білдіреді. Яғни түбір етістікке ыз, іс, сы жұрнақтары жалғанады. Өзгелік етіс істің үшінші біреу арқылы орындалғанын білдіреді. Дыр, дір, тыр, тір, ыр, ір, ғыз, гіз, қыз, кіз, ті, сет жұрнақтары арқылы жасалады. Енді балалар тапсырма орындайық. 140-шы беттегі 6-шы тапсырма және 141-шы беттегі 8-шы тапсырма. Бүгінгі сабағымызды 2 жұлдыз, 1 тілек әдісімен қорытындылайық. 2 жұлдыз, 2 ұнаған нәрсе туралы бүгінгі сабақта, тілек жақсартуды қажет ететін нәрсе туралы. Қымбатты балалар, тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.